Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма шыққан жаңа видео обзорларды жіберіп алмас үшін алдымен подписаться етіп, одан кейінгі қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің видео обзорымыз дидактикалық ойындарды құрастыруға болатын өзінің менюінде қызықты шаблондар берілген онлайн платформада, яғни Learning Apps платформасында жұмыс жасап үйренетін боламыз. Бұл платформаны кез келген браузердің іздеу жолақшасына Learning Apps деп жазатын болсаңыз, кез келген браузерде тауып алуларыңызға болады. Немесе әдеттегідей мен сіздерге төмендегі описание бөлімінде осы платформаның тікелей ссылкасын жазып кететін боламын. Сол жерге түсіп, описание бөліміндегі ссылканы басу арқылы сіз тікелей платформаға түсе аласыздар. Learning Apps платформасына кіру үшін сізге алдымен вход батырмасын басу арқылы тіркелу қажет болады. Вход батырмасын басқаннан кейін сіздерге арнайы осындай терезе ашылады. Оның астында создать новый аккаунтты басқаннан кейін берілген арнайы жолақшаларды толтыру арқылы сіз платформаға тіркелесіз. Сіздер регистрация жасағаннан кейін сіздің профиліңіздің мынандай жоғарғы бетінде бірнеше батырмалар пайда болады. Все упражнения, новые упражнения, создать коллекцию, немесе мои упражнения деген батырмаларға кіріп қарап алуларыңызға болады. Мәселен, все упражнения батырмасына кіретін болсақ, әртүрлі категорияда, яғни әртүрлі пәндерге байланысты алдын ала жасалынып тұрған шаблондарды көрулеріңізге болады. Егер сіздің тақырыбыңызға, пәніңізге сәйкес шаблондар осы категорияның ішінде болатын болса, оны алып пайдалануыңызға болады. Немесе өзіңіздің дидактикалық ойыныңызды құрастыруыңызға болады. Ол үшін новый упражнение батырмасын басқаннан кейін сіздерге арнайы платформаның өзінің дайын шаблондары беріледі. Бұл шаблондардың ішінен өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдап дидактикалық ойынды құрастыра аласыз. Мәселен, бұл шаблондардың ішінде викториналық ойын құрастыруға болады, немесе миллион кімге бұйырады ойын құрастыруға болады, немесе сыңарын тап, классификация, немесе хронологиялық сызбаны арнайы тақырыпшаға қолдана аласыздар. Біздер бұл жерде қазір мысалға бәрімізге белгілі «Кто хочет стать миллионером», яғни миллион кімге бұйырады шаблонымен ойын құрастырып көрейік. Өзіңізге қажетті шаблонды басқаннан кейін сіздерге мындай арнайы бетше ашылады. Бұл бетшеде бірнеше үлгілер көрсетілген. Енді әрі қарай өзіңіздің ойыныңызды жасақтау үшін создать новое упражнение деген батырманы басасыз. Одан кейін бізге жаңадан бетше ашылады. Название упражнениеге деген жерге арнайы өзіңіздің тақырыбыңызды енгізіп қоюыңызға болады. Яғни өзіңіздің құрастыратын тапсырмаңыздың тақырыпшасын енгізіп қойғаннан кейін астында описание задание деген бар. Бұны егер сіз қажет етпесеңіз толтырмай бұл жерден аттап өтіп кетуіңізге болады. Келесі оның астында вопросы для игры 500 ұпайға берілген оңай сұрақты жазасыз. Вопрос деген бөлімге өзіңіздің қажетті сұрағыңызды жазасыз. Яғни бұл жерде 500 ұпайға тиесілі оңай сұрақ болу қажет. Әрі қарай астында жауаптары берілетін жолақтар көрсетілген. Сол жолақтың ішіне правильный ответ дегеннің тұсына өзіңіздің сұрағыңыздың дұрыс жауабын енгізесіз. Өзіңіздің тиесілі сұрағыңыздың жауаптарын енгізіп болғаннан кейін астында добавить вопросы по игре дегенге, яғни 500 ұпай санына 2 сұрақты енгізгіңіз келсе, добавить вопросы по игре деген батырманы басу арқылы екінші сұрағын енгізуіңізге болады. Келесі екінші 1000 ұпайға тиесілі өзіңіздің сұрағыңызды енгізесіз. Барлық сұрақ жолақшалары мен жауаптарды осы реттілікпен толтырып шығатын боламыз. Осылайша әрбір ұпайға тиесілі сұрақтарын толтырып болғаннан кейін ең соңында завершить и показать деген батырманы басасыздар. Сол кезде бізге алдын ала көрсетілім, яғни предварительный просмотрды береді. Жоғарғы жағында мына арнайы
батырманы басып, ары қарай біздің жасақтаған жаңа ойынымыз өзіміздің профилімізде сақталды. Және де біздің жасақтаған ойынымыздың астыңғы бөлігіне түсетін болсақ, бұл жерде біздерге осы ойынымыздың ссылкасы берілген. Және де осы ойынымыздың ссылкасын копировать, яғни көшіріп, жазылған ссылканың үстіне басқаннан кейін оң жағында арнайы өзінің значогы бар. Яғни осы значокты басу арқылы ссылканы көшіріп алуларыңызға болады. Немесе өзінің арнайы QR-код жасақтайтын құрылғысы бар. Сол арқылы QR-кодты жасақтап алуларыңызға болады. Яғни осы ойынның QR-кодын платформа өзі автоматты түрде сізге жасақтап береді. Егер де сіз өзіңіздің жасақтаған ойыныңызға өзгеріс енгізгің келсе, астындағы доработать упражнение деген батырманы басу арқылы, яғни сіз өзіңіздің жасақтаған ойыныңызға редактирование жасай аласыз. Енді біздің жасақтаған жаңа тапсырмаларымыз мои упражнение бөліміне келіп түседі. Сіз өзіңіздің жасақтаған ойыныңызды жоғарыдағыдай арнайы папканы создавать етіп, яғни мысалға 8-ші сынып папканың атауын енгіземіз де создать папку деген батырманы басамыз. Сол папканың ішіне астыңғы жерде көрсетілгендей өзіңіздің жасақтаған ойыныңызды сол папканың ішіне апарып салуыңызға болады. Яғни ойыныңызды өзіңіздің қажетті сыныбыңыздың арнайы папкасына көшіру үшін ойынның үстіне мышкаңызды апарасыз. Сол кезде мына жерде 3-ші арнайы белгісі тұр. Сол белгінің үстіне мышкаңызды апарсаңыз, переместить упражнение в папку деген жазу шығады. Соны басқаннан кейін осындай арнайы тағы да бетше ашылады. Сол бетшенің ішіне өзіңіздің қажетті сыныбыңызды таңдап, ойыныңызды көшіріп, яғни перемещение жасайсыз. Енді біз сол папкамызды ашып қарайтын болсақ, біздің құрастырған ойынымыз сол қажетті папканың ішіне барып түседі. Келесі біздің ойынымызды басқа шаблонға жасап көрейік. Мәселен, сортировка картинок деген ойынға ойын шаблонына ойын құрастырып көрейік. Яғни сол шаблонның үстін басқаннан кейін бізге бірнеше примерлер көрсетілген, яғни үлгілер. Сол үлгілерге қарап отырып, өзіңіздің жаңа қажетті тақырыбыңызға ойын құрастыра аласыз. Ол үшін создать новое упражнение деген батырманы басамыз. Описаниесіне, яғни өзіміздің тақырыбымызды қойып аламыз. Мысалға, менің тақырыбым Қазақстан көлдері деп аламын. Және төменгі жеріне описание жаза кетулеріңізге болады. Егер де оны қажет етпесеңіз, бұл жерден аттап өтіп, келесі тапсырма орнына көшеміз. Енді әрі қарай тапсырманы жасақтау үшін астыңғы бөліміне түсемін. Яғни бұл жерде біздер тақырыбымызды Қазақстан көлдері деп алғандықтан, бізге ең алдымен Қазақстанның картасы керек болады. Выберите картинку деген батырманы басқаннан кейін бізге арнайы терезе ашылады. Осы терезеде сіз жаңағы Википедиядан іздей аласыз онлайн форматта. Немесе тапқан өзіңізге қажетті суретіңіздің ссылкасын тауып салуыңызға болады. Немесе компьютеріңізде жүктеп алғаннан кейін осы батырманы басу арқылы өзіңіздің суретіңізді іздеп тауып алып енгізуіңізге болады. Әрі қарай өзіңіздің қажетті суретіңізді жүктеп алғаннан кейін астында метка на картинке деген тұсындағы батырманы басамыз, яғни выделить или маркировать деген. Сол кезде біздің жүктеген суретіміз шығады. Менде бұл жерде Қазақстанның картасы. Ең бірінші орындалатын тапсырмаға мен Каспий теңізін енгіземін, яғни дұрыс жауабы Каспий теңізі. Әрі қарай выделить или маркировать батырмасын басқаннан кейін сол жерге жоғарғы жақта сол жерге түсетін маркердің түсін таңдаймын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдайсыз де сол жерге апарып
батырманы басасыз. Сол кезде біздің жаңағы маркеріміз осы жерге келіп орналасады. Яғни бұл деген сөз дұрыс жауабын осы жерде бала таңдауы керек. Ары қарай сохранить батырмасын басамын. Егер сіз қаласаңыз, тапсырмаңыз қиын болған жағдайда сіз төменге подсказка енгізіп қоюыңызға болады. Ары қарай бізде оқушылар бірнеше жаңа өзен көлдерді табу керек болғандықтан біздер астындағы добавить следующий элемент дегенді басамыз. Қайтадан выделить или маркировать деген батырманы басамыз. Одан кейінгі екінші көрсететін өзен көлдердің объектісін тауып, сол жерге тағы да өзіміздің қалаған түсімізбен маркировкасын көрсетеміз. Келесі екінші тапсырмада оқушы мәселен Балқаш көлін табу керек. Сол Балқаш көлінің үстіне апарып өзіміздің мышкамызды басамыз. Сол кезде жаңағы маркировкамыз біздің осы жерге келіп түседі маркеріміз. Енді оның барлық жауаптардың маркерлердің түсін бірдей қылуыңызға болады, немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі түстермен өзгертіп отыруыңызға да болады. Мен Балқаш көлінің үстін белгілеп алғаннан кейін қайтадан сохранить батырмасын басамын. Ары қарай дұрыс жауабын енгізу үшін текст батырмасын басамын. Мына жерге дұрыс жауабын енгіземін. Осылайша өзіміздің тапсырмамызды енгізіп реттеп алғаннан кейін ең соңында завершить и показать деген батырманы басамыз. Сол кезде бізге программа арнайы предпросмотрды береді. Осылай оқушылар берілген картаның үстіндегі символдарды басқанда жауаптардың барлығы шығып тұрады, соның ішінен дұрыс жауабын табу керек. Яғни бұл жерде қай көл көрсетіліп тұрғанын бала табу керек. Өзінің жауабын басқаннан кейін келесі тапсырмаға көшеді. Яғни бұл қандай көл? Ары қарай барлық тапсырманы осылай орындап шығады. Біздер предпросмотрды қарағаннан кейін ары қарай сохранить упражнение деген батырманы басамыз. Біздің тапсырмамыз сақталды. Бана айтып кеткенімдей, төменгі жағынан егер сіздерге ойынның ссылкасы қажет болса, немесе коды қажет болса, я болмаса сіздерге арнайы QR коды қажет болса, төменгі жағында берілген арнайы жолақтың ішінен өзіңізге қажеттісін алып алуларыңызға болады. Енді біздің жасақтаған тапсырмамыз мои упражнения папкасына апарып сақталды. Соның ішін ашып қараймыз. Яғни біздің жасақтаған тапсырмамыз міне тұр. Енді осыны біз өзімізге қажетті папканың ішіне көшіруіміз керек. Ол үшін переместить упражнение папку деген значокты басып, қажетті папканың ішіне орналастырамыз. Папкамызды ашып қараймыз. Сол жерде біздің жасақтаған тапсырмаларымыз сол папканың ішінде тұрады. Кез келген уақытта өзіңіздің аккаунтыңызға кіріп, қажетті тапсырмаларды тауып алып, пайдалансаңыз болады. Осылайша сіз Learning Apps платформасында өзіңіздің пәніңізге, тақырыбыңызға қажетті дидактикалық ойынды жасақтап үйренуіңізге болады. Басқа да шаблондармен жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Бар болғаны уақытыңызды бөліп, осы шаблондарды ашып қарап, үлгілерге қарап отырып, өзіңіздің дидактикалық ойыныңызды жасақтауыңызға болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.